О, біздерге бола алатын шын үлгілер, тұлға барма биікке туыңдылер. Сол тұлғаның біреуі Шерхан еді, қазақы қара сөздің құнын білер. Бақилық сапарына олды аттанды, мәңгілік мекені боп жұмырлы жер. Шерағандар жүргенде парламентте тілдері алмас еді, тіліп жүрер. Фариза Әбішпенен шақаныптар нар еді, көш басында бұрын жүрер. Қазақ тілде қазақтың мұңын айтып кеткендерін алдыңғы буын білер. Ал қазір депутат боп жүргендердің адам барма тым құрса түрін білер. Саялы бәйдеректің бәрі құлап қалғандай құрап қалған шірінділер. Мемлекеттік жиынның бәрі орысша, қазақша ымдап қоят ырымғы бел. Тілінен қарғаш оқып тастағандай шенеуніктер сөйлесе түңілдірер. Біздерге полиглоттан пайда бар ма, қазақ емес басқа ұлттың тілін білер. Өздері екі жүзді болғаннан соң сөйлейтін тіліміз үш тұғырлы дер. Менсінбей мемлекеттік тілімізді солар ғой мүгедек қып сүріндірер. Қазақша тек қағазға қарап сөйлеп, билікте мінгірлеп жүр білімділер. Анасындай қарайтын ана тілге, тоқалындай қарайды бүгінгілер.